Ал Гүлназ Жолановаға бұл телехикаяның актерлар емес, Геннадий Головкин әлде қайда қызығырақ. Өнер иесі Triple G мен шынайы өмірде кезіксем, есімнен танып қалуымда ғажап емес дейді. Себебі актриса бұлғары қолғап шеберінің шын жанкүйері екен. Гүлназ Жоланова үшін Геннадий Головкинмен кездесу әзірге қол жетпес арман. Енді спорт болса, еліміздің мақтанышы бұл Геннадий Головкин біріншіден. Әлде кездесіп көрмегенмін, сол кісімен кездескім келеді, суретке түскім келеді. Болашақта мақсатына жету үшін сылқым қолымнан келген аянып қалмаспын деп отыр. Жолановамен салыстырғанда кумирге келгенде оның әріптестерінің таңдауы мүлде бөлек. 2005 жылы Crazy in Love деген керемет хит әні шыққан кезі, сол кезден бері өзі фанат болдым мен Бейонстың. Көптеген актерлардың жаңағы ойыны, актерлық шеберлігі ұнайды. Том Харди, Леонардо Ди Каприо, Джим Керри, жаңағы Уилл Смит. Сол осы ең атақты мықты деген актерлардың жаңағы ойнаған әрдайым киносын үзбей көремін. Голливудтық серілердің болмысына қарап бой түзеген Тәуекел Мүсілімнің көздегені дәп солардай жаһан жұртшылығына танылу. Олар еншілеген салмақты мүсіншелер де жұғысты болсын деп ырымдайды. Жұлдызды визажист Сандибек Сырға болса, құрғақ шөппен ауыз сүртіп отырмақ емес. Өзі талайдан арман еткен Джейлоны жақыннан көріп, жүздесемін деген қиялын ақиқатқа айналдырды. Дубайда концерт болған 2018 жылы. Дубайға бардық, 10 000 адам болды концертте. Ерте барып алғам, алдында тұру үшін 3 сағат бұрын ерте. Сөйтіп гүл алып барсам, бәрі күліп жатыр, фанаттар. Алмайды ғой гүлді. Бұл жақта ешкім әлемдік деңгейде гүл алмайды деп. Нәтижесінде Дженнифер қазақтың қызы ұсынған гүл шоғын қабыл алған. Енді визажист Лопезді бояндырсам деп отыр. Алайда Сандимен салыстырғанда жандостың арманы тым асқақ па дерсіз. Мен үшін Бауыржан Момышұлы батыр. Әрине ол Голливуд жұлдызы не актер емес, бірақ мен сол кісімен кездесер едім.